Сулы, нұрлы қорғалжын өнері тамылжыған табиғатымен ғана емес, тылсым тарихымен де ерекшеленеді. Сайын дала төсіндегі есте жоқ ескі кезеңнен қалған ескерткіштер бұл далада небір оқиғалар өткендігін бауырына бүгіп қалмай, бүгінгі ұрпаққа сыр қылып, жыр қылып айтып тұрған тәрізді. Қаныки мазары 17 ғасырдың ескерткіші болып саналады. Саз балшықтан салынған Нұра өзенінің оң жағалауында, Өркендеу ауылынан солтүстікке қарай 4 шақырымда ескі моланың қоршаған аумағында орналасқан. Тарихшылар бұл жерде 17-18 ғасырдағы қазақ жоңғар соғысы кезінде жаудың қолында қаза болған қазақтың батыр қызы Қаныки жерленгенін айтуда. Ел аузында 300 жылдан астам бұрын Қорғалжын аумағындағы даму, жетілу деген мағынаны беретін Өркендеу деген аймақта қазақтар мен қалмықтар арасындағы екі халықты жаулап ала беретін ерекше шекара болғаны туралы айтылады. Қалмықтар ұйымдастырған бір жорыққа ханның 15 жасар сұлу қызы Қаныки аттанды. Алайда қазақтардан жеңіліс тапқан қалмықтар кейін шегінуге мәжбүр болды. Шегініс жасау барысында атпен шауып келе жатқан Қаныки аты шалынып құлап қаза табады. Бойжеткен жазық далада жерленіп, қыш кірпіштен зират орны қоршалады. Уақыт өте келе қазақтар өз жерлерін босатқан соң сол жерлерге қоныстана бастайды. Сол жылдары Өркендеу ауылына Өтеқара деген атақты байдың отбасы да келіп қоныстанады. Бірнеше жылдардан соң Байбек деген жалғыз баласы қатты науқастанып қайтыс болады. Баласын соңғы сапарға шығарып салуға, әкесі жерлеу рәсімін кең көлемде өткізіп, баласына Қаныки зиратының тап жанына мазар салуға бұйрық береді. Мазарды салып шыққан Бекболат есімді шөбереге Өтеқара 2 үйір жылқы беріпті деген дерек бар. Бірақ халық бай ұлының жерленген жері екенін білсе де, ерлігімен есте қалған Қаныки қыздың атымен атап кеткен екен. Қасиетті қара шаңырақ Қорғалжын жерінің тарихы мен қасиетті жерлерінен сыр шертетін бейнероликті назарларыңызға ұсынамыз.